Кәне балалар, қолымызға планшетімізді алып, 3 таңбалы сандарды жазайық. Қандай 3 таңбалы сан білесіңдер? Әркім өз планшетіне 3 таңбалы сан жазсын. Кәне жазып болсақ, кім қандай сан жазды? Жақсы, Айсана қандай сан жаздың? Көрсете ғой. Қаттырақ дауысы тұра ғой. Өте жақсы. Санның құрамы неше бірлік, неше ондық, неше жүздігі бар? Айта ғой. 1 бірлік, 1 ондық, 3 жүздік. Өте жақсы. Балалар, байғалы отырамыз. Ал енді екінші топтан бір бала айтсын. Айсұлтан, айта ғой. 343, 3 бірлік, 4 ондық, 3 жүздік. Жақсы балалар, 3 таңбалы сандарды біледі екенсіңдер. Олай болса, бүгін біз сендермен осы 3 таңбалы сандарды ауызша қосып азайтуды үйренеміз. Әркімнің балалар өз отаны бар, ал сендердің өз отандарың қалай аталады? Менің кіші отаным, менің туған жерім, жаңа қала ауылы. Өте жақсы. Ал Бейбарыс, сен өз ауылың туралы не айтасың? Мен де өз ауылымды жақсы көремін. Мен өз әкеммен орманға, өзенге барамын. Мен өз ауылымның табиғаты ұнайды. Олай болса балалар, біз қазір өз ауылымыз туралы кішкене бейнежазбаны тамашалайық. Бұл бейнежазбада сендерге 3 таңбалы сандар кездесуі мүмкін. Мұқият бейнежазбаға көңіл бөлейік. Мен жаңа қала ауылының тұрғынымын. Менің ойымша әр адам өз туған жерін мақтан етіп тарихын білуі тиіс. Солайша мен өз туған жерімнің тарихын жақсы білуге тырысамын. Ауылымыз 1769 жылы қазақ редуты ретінде құрылған. Патшалық үкімет қазақ редуттары мен форпосттар арқылы шекараларын бекітіп, қазақтардың жерлерін тартып алды. Сонымен ғасырлар бойы қалыптасқан көшіп-қону жолдарын өзгертті. 1879 жылғы санағы бойынша біздің ауылда 48 үй болған. Онда 229 адам тұрған. Негізінде қазақтардың өкілдері. 1931 жылы Григорьевка советінің Сычевка ауылында Ворошилов атындағы ұжымшар құрылды. Оған 1953 жылы орталығы Григорьевка ауылы Қара бидайық ұжымшары қосылды. 1957 жылы ол Чернорецк кеңшағарына қосылды. 30 жылдар бұл тек ұжымдастыру жылдары ғана емес, сонымен қатар қатаң сталиндік қуғын-сүргін жылдары да болды. Бұл қуғын-сүргінге біздің ауыл тұрғындары да ұшырады. 1931 жылы Бұрбаев Сәбір мен Сәбіров Омар халық жауы болып атанған. Тек 1995 жылдың шілде айында ақталған екен. Садықова Разия көп жылдар бойы 1937 жылы 1 қарашада тұтқындалған және сол жылдың 28 қарашасында атылған әкесінің тағдырын білмей кеткен. 1954 жылдың тың игеру жылдары Григорьевкалықтар да Қазақстанның жиналған астыққа өз үлестерін қосқан. Ауыл тұрғыны Канжигалинов Камал ерен еңбегі үшін Ленин орденімен марапатталды. Қазір де ауылдастар тыным таппай еңбек етуде. Бірнеше отбасы қожалық шаруашылықтар ашып, өзін және ауылдастарын жұмыспен қамтамасыз етуде. Ірі қожалықтардың бірі жаңа қала шаруашылығы. Кабылдинов, Жүнісов, Черниязов, Абетанов отбасылары жеке шаруашылықтарында бау-бақша салып, 40 шақырымдай жерде орналасқан Павлодар қаласын көкөніспен қамтамасыз етсе, Канжигалинов, Арангазинов, Бакридинов отбасылары ауылдың мал шаруашылығын дамытуға атсалысуда. 2009 жылғы халық санағы бойынша тұрғындар саны 600-ге жетті. Ал енді балалар, сендерге бейнежазбада кездескен 3 таңбалы санды тобымызда талқылап, планшеттерімізге жазып алайық. Жақсы балалар, жазып болсақ, олай болса әр топтан бір оқушы шығып, қандай сан кездескенін айтсын. 229. 9 бірлік, 2 ондық, 2 жүздік. Балалар, бұл 229 саны жаңа қала ауылының 1879 жылы тұрған халық санағы бойынша адамдар саны екен. Өте жақсы балалар.
Ал енді екінші топтың балалары қандай 3 таңбалы сан жазып алды екен? 0 бірлік, 0 ондық, 600-дік. Дұрыс балалар, 600 саны. Бұл Жаңақала ауылының 2019 жылы адамдар саны екен. Яғни халық санағы бойынша 2019 жылы адамдар саны 600-ге жеткен. Ал балалар, биылғы 2022 жылы халық санағы бойынша ауыл тұрғыны 750 адамға жеткен. Ал енді балалар, сендер Жаңақала ауылының жаңа құрылған кезінен бастап 1879 жылдан 2019 жыл аралығында қанша адамға өскенін зерттейсіңдер. Бірінші топ. Ал енді екінші топ, сендер осы 2019 жылдан 2022 жыл аралығында қанша адамға өскенін зерттейсіңдер. 229 адам болды. Жабыстырым. Да, 600 адам болды. Жылда 600 кісі болды. Қазір 2022 жылда 750 адам тұрады. Берілген 600 дағы айтайық. Бірінші топ, сендер 1879 жыл мен 2019 жыл аралығында халық санағы бойынша қанша адамға өскенін зерттедіңдер. Енді осы топтан бір оқушы шығып, жаңағы зерттеген жұмысын дәлелдесін. Мың 879 жылда 229 адам болды. 2019 жылда 600 адам болды. 1879 жылда 2019 жылда аралығында 371 адамға өсті. Өте жақсы. Қалай ойлайсыздар, балалар? Айсананың жауабы сіздерге ұнады ма? Екінші топ бағалаймыз, кәне келе ғой бейбарыс. Отырамыз қыздар, отыра қойып. Ал енді бейбарыс, егер саған Айсананың жауабы өте дұрыс десең, сен жасыл түспен бағалайсың. Егер онда бір кемшілікті бақыласаң, сен оны сары түспен бағалайсың. Ал жауап саған мүлде ұнамаса, қызыл түспен бағалайсың. Ал енді сен Айсананы бағалай қой. Ала ғой, бір түсті. Енді Айсанаға сыйлап, жауабын жастыра ғой. Айсана қайда бара ғой, апара ғой. Ал енді балалар, екінші топ, сендер 2019 жылдан 2022 жыл аралығында қанша адамға өскенін зерттедіңдер. Енді осы топтан бір бала шығып, бізге түсіндіріп берсін. Түсіндір.
...2019 жылда 600 адам тұрды. Қазір 2022 жылда 550 адам тұрады. 2019 жылы арасында 2022 жылда 150 адамға өсті. Ал енді бірінші топ балалар, Әмірханның жауабын бағалайсыңдар. Кәне топтан бір бала шығып, Әмірханның қалай жауап бергенін бағалаймыз. Кәне келе қоямыз тез топтан бір бала шығады да, Әмірханның жауабын бағаласын. Өте жақсы, отыра ғой. Ал балалар, барлығымыз ауылда тұрғаннан кейін үй жануарын ұстайсыңдар. Ал сендер үй жануарларын ұстайсыңдар ма? Өте жақсы. Қандай үй жануарларын ұстайсыңдар? Өте жақсы. Жақсы. Ал Рамир, қандай үй жануарын ұстайсың? Жылқы. Өте жақсы. Оның қандай пайдасы бар сендерге? Өзім жылқымды жақсы көремін. Анам сүтінен қымыз жасайды. Мен оған шөп, жем, су беремін. Өте жақсы. Айсұлтан, сендер қандай үй жануарын ұстайсыңдар? Мұғалім, біз сиыр ұстаймыз. Әжем сүтінен қаймақ, ірімшік жасайды. Мен оған шөп беремін. Өте жақсы. Өте жақсы. Олай болса балалар, біз де өз сиырымызды шөппен тамақтандырамыз. Сендер ол үшін 3 таңбалы сандарды ауызша қосып азайта отырып, сиырымызды шөппен тамақтандырамыз. Келісесіңдер ме? Өте жақсы. Онда қазір әр топтан бір оқушыдан шығады. Кезекпен кезек жаңағы сиырымызды шөппен тамақтандырамыз. Бұл шөпте балалар 3 таңбалы сандарды ауызша қосып азайту тапсырмасы бар. Кәне топтан кім шығады? Бір-бірден келе ғой, Рамир. Ала ғой бір шөпті. 650 қосу 207. Болады. 857. Рамир, оны қалай сен қостың? Бірлікті бірлікке, ондықты ондыққа қосамыз, жүздікті жүздікке. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Бірлікті бірлікке, ондықты ондыққа, жүздікті жүзге қосамыз. Әмірхан, келе ғой. Сен де сиырыңды тамақтандыра ғой. Қатырақ. 908 азайту 103. Кем болады 805. Жақсы. Қалай азайтты сен оны? Бірлікті бірлікке азайттым. Ондықты ондыққа, жүздікті жүздікке. Өте жақсы. Жүздікті жүздіктен азайтамыз. Ал енді балалар, 3 таңбалы санды ауызша қосып азайтуды біз қазір кадр әдісі арқылы жүкпен орындаймыз. Мен әрқайсыларға қаратамын, оны осы жүкті әрқайсысын орындайсыңдар. Яғни сен Альтайыр, Рамирмен, Жігер Рамирмен, тапсырманы Сәния Әмірханмен орындайды, Айсұлтан Бейбарыспен орындайсыңдар. Жүкпен жұмыс. Бар 359 болады. Sultan 245 30 неше болады? Рамир 298 болады. 555 222 неше болады? Балалар, бүгін сабақта кімнің кімге қалай сабаққа қатысқаны ұнады, осы браслетке жазып, соны досыңа сыйлайсың. Мен әрқайсыңа браслет таратам. Кімнің жауабы кімге ұнады, соны жазасыңдар. Жазып болсақ, енді браслетімізді досымызға сыйлаймыз. Сәния, келе ғой. Кімге саған жауабы ұнады?